Жамбыл облысы әкімдігі жастар саясаты мәселелері басқармасы бүгінгі таңда мына жастарға кеңес беру, мемлекеттік жастар саясатын іске асыру мақсатында жастарға қызмет көрсету орталығын ашып отыр. Оның негізгі қызметі, яғни мемлекеттік бағдарламаларды және мемлекетте атқарылып жатқан жастар саясатына қатысты барлық мәліметтерді бір терезе қағидасы негізінде жүзеге асыру болып табылады. Биылғы жылды мемлекет басшысы волонтерлар жылы деп жариялап, жастарға үлкен сенім артқаны біз үшін зор мәртебе. Осы жыл аясында біздің ұйым Біргеміз асыл мұра жалпы ұлттық жобасын жүзеге асыруда. Жобаның негізгі мақсаты да сол, тарихи мәдени мұраны насихаттау, сақтау саласы бойынша волонтерлармен жұмыс жасау, сол волонтерлардың басын қосып оқытулар өткізу.